Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыздар, Қазақстан нарығында топовый өтіп жатқан 10 саламен таныстыратын боламын. Видеоға өтпес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар және лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік, бастаймыз. Қазіргі сіздерге айтатын салалар арқылы біздің студенттеріміз сол арқылы өздерінің табыстарын тауып отыр. Сондықтан да сіз просто сол салаларды білу арқылы қандай қазіргі таңда Қазақстанда нақты өтіп жатқан топовый 10 саламен танысатын боласыздар. Ендеше кеттік. Бірінші саламыз ол триммер для бороды. Оның оптовый бағасы 3000 мен 4000 теңгеге базардан алсам болады. Оны Instagram арқылы 15000, 17000 теңгеге сатсам болады. Екінші саламыз ол фен. 2 в 1 плойкасымен бірге 13000 теңге тұрады базарда. Оны 15000, 25000 теңге аралығында сатсам болады. Дәл қазіргі таңда біздің студенттеріміз дәл солай сатып жатыр по факту. Статистика бойынша айтып жатырмын. Үшіншісі ол корсет. Оны тоже 4000 теңгеге алсам болады оптовый бағасын. Оны 15000 мен примерно 17000 аралығында сатсам болады. Төртінші саламыз ол точечный массажер деп аталады. Қазіргі таңда хит болып отырған тоже бір саланың бірі. Онда бағасы бір 4000 мен 5000 теңгенің арасында. Оны тоже бір 17000 мен 20000 теңге аралығында сатсан болады. Содан кейін тағы 5-ші саламыз ол AirPods'тар, люксовый копиялары 4500 мен 5000 теңге тұрады. Оны 17000 мен 20000 теңге арасында сатсам болады. 6-шы саламыз ол Apple Watch'тар, реплика түрі, ол да бағасы 12000 мен 13000 теңге тұрады. Оптовый бағасы, оны сіздер 25000, 30000 теңгеге сатсаңыздар болады. 7-ші саламыз ол самокаттар. Мысалы, детский самокаттар, оны оптовый 6000 мен 7000 теңге алсам болады. Оны 20000 мен 30000 теңгенің аралығында сатсам болады. 8-ші саламыз ол шейный массажер деп аталады. Оны оптовый 6300 мен 7000 теңгеге сатып алсам болады. Оны 15000 мен 20000 теңге аралығында сатсам болады. 9-ші саламыз ол кроссовки Easy. Оны оптовый, базардан 9000 теңгеге сатып алып, оны 16000 және 19000 аралығында сатсам болады. 10-шы саламыз ол мини кондиционер. Мысалы, көліктерге, басқа бір жерлерге бір помещение қоятын. Оның оптовый бағасы примерно тоже 3000-4000 теңге сатып алып, оны 10-15000 теңгеге былай айтқан кезде смело сатуға болады. Жаңағы сіздерге айтып кеткен топ 10 сала шынымен де Қазақстан нарығында өтіп жатыр. Және біздің студенттеріміз сол арқылы өздерінің табыстарын тауып отыр. Ешқандай проблема жоқ. Және сіздерге тағы да бонус ретінде тағы топовый 10 сала дайындап қойдым. Оптовый қанша теңге тұрады, қанша теңгеге сатуға болады. Сол топ 10 саланы алу үшін осы видеоны просто өзіңіздің 5 досыңызға сілтемесін жіберуіңіз керек. Және маған Instagramға дайректке сол скринді жіберсеңіздер, мен сізге сол топ 10 саланы беретін боламын. Сіздерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және сіздерді келесі видеоларда күтетін боламын. Все, сау саламатта болыңыздар.